Достар, өздеріңіз қай қаладан екендеріңізді және жасыңыз қаншада екенін жазыңыздар. Бізді кімдер көріп отырғаны өте қызық. Жақсы тыңдаулар тілеймін. Мен күйеуіме тосынсый жасамақ болып ұшып келдім де есікті аштым. Сол сәттен бастап оны өмірімнен сызып тастадым. Жалғастырмас бұрын, осы видеоны қай елден қарап отырғаныңызды және жасыңыз қаншада екенін төменге жазып кетіңіздер. Жақсы тыңдаулар тілеймін. Менің атым Жанар, маған 40-тадым. Әрқашан өзімді қарапайым, бірақ дұрыс жармын деп ойлайтынмын. Идеалды емес, ондай болмайды да, бірақ дұрыс. Көп жұмыс істедім. Иә, кейде үйде бола бермейтінім де рас, бірақ әрқашан оралатынмын. Бәрін арқалап жүретінмін, ешқашан шағымданбайтынмын. Нұрсұлтан, менің күйеуім, сен сенімсің дейтін. Мен оған сенетінмін. Екеуміздің 2 баламыз бар, Айсәуле мен Әлихан. Айсәуле әлі күнге дейін тіземе шығып алып сурет салып, ас үйде отырғанымда аяғыма оралы. Әлихан 13-те, қазір жасөспірім, ауыр қарасы бар, қолынан түспейтін телефоны бар. Кейде оған қарап, қашан осылай үлгеріп өсті екен деп ойлаймын. Бұл оқиға жұма күні таңертең басталды. Нұрсұлтан дүйсенбі күні сапарға кеткен. Астанаға, семинарға, олардың бөліміндегі тренингке. Ол біраздан бері жалғыз кеткісі келетін. Мен қарсы болмадым. Тіпті чемоданын жинауға көмектестім. Ішіне сүйікті қалатын, қуаттаушын, оқи алмай жүрген кітабын салып қойдым. Қоштасқанымыз да қарапайым болды. Көз жассыз, драма жасамай, кешке хабарласамыз дедік. Алғашқы 2 күн солай болды. Кейін қоңыраулары қысқара бастады. Кеше мүлде жауап бермеді. Өзімді қинамауға тырыстым, шаршаған шығар, форс-мажор болар дедім. Бірақ жұма күні таңғы ас үстінде Айсәуле қасықпен ойнап, анда-санда қашан мама бізге хабарласады деп сұрағанда, жүрегімді бір түрлі сезім тіліп өтті. Әлихан әдетінше қарсы алдында телефонына үңіліп отырды. Экранда машиналар ма, атыс шабыс па, жасөспірімдер не ойнайды қазір, соны көріп отырды. Өзіме кофе құйдым. Бір ұрттап көрдім, ашы, әдеттегідей. Бірақ неге екенін ас үйде 3 адам отырсақ та бос тұрғандай сезілді. Сол сәтте ой келді. Егер біз өзіміз мамамызға бара салсақ ше? Дауыстап айттым, ешкім қолдайды деп күтпей. Айсәуле көздерін көтерді. Үлкен үкі көзіндей болып, барайық мамамызға деді де қасығы ботқасына түсіп кетті. Әлихан құлаққабын шешіп телефоннан басын көтерді. Қазір барамыз ба деді. Ерні жыбырлап күлкісі келетіндей, бірақ күлсе бола ма дегендей. Екеуіне қарадым, шаршаған жүздеріне, апта бойы қоңырау күткен көздеріне. Иә, қазір билет аламыз, заттарды салып кешке жетеміз. Қалай қуанады ғой дедім өзімді сендіргендей. Айсәуле бірден қуанып кетті. Бізді танымайды, біз жасырын келеміз. Сюрприз, тіпті орнынан секіріп кетті. Ал Әлихан, әдетте үндемейтін, бәрібір деген кейіптегі балам, тыныш қана, иә қызық болар еді. Солай шешілді. 2 сағатта шағын чемоданға заттарымызды салдық. Айсәуленің қуыршақтарын, менің жаңа көйлектерімді, Әлиханның әрқашан арқалап жүретін сөмкесін алдық. Шкафтың артқы сөресінен 4-еуміздің жаздағы суретін тауып алдым. Барлығымыз саяжайда құшақтасып тұрмыз. Неге екенін әмияныма салып қойдым. Білмеймін не үшін. Мүмкін осы үшін бәрін жасап жүргенімді ұмытпау үшін шығар. Нұрсұлтанға хабарластым, билет алмас бұрын. Үнсіздік хат жаздым. Қалайсың, бәрі жақсы ма, біз сені сағындық. Жауап жоқ. Қайта хабарласшы, Айсәуле даусыңды естігісі келеді. Оқылған, бірақ жауап жоқ. Сол көк белгілерге қарап жарайды дедім. Бос емес қой. Астана үлкен, семинар оңай емес. Кейін демалып хабарласар. Әуежайда кофе мен бөтен адамдардың иісі тұрды. Айсәуле тоқтамай сөйледі. Мама бізді көріп жылай ма, біз қайда жатамыз, мама шынымен қуана ма? Мен бас изедім. Әрине, қуанады. Тағы кім оған осындай сыйлық жасады? Әлихан гейттегі орындықта отырды, бір аяғын астына бүгіп қолында телефоны. Мамаға алдын ала айттым ба деді кенет. Жоқ, бұл тосынсый ғой дедім. Ол мырс етті, бірақ үндемеді. Кешке біз Астанаға қондық. Ауасы ауыр, жазғы, көлік газдарының, асфальт пен сирек жаңбырдың иісі аралас. Таксист кептелістер жайлы көп сөйлеп барды. Орталыққа жұма күні түсте барасыздар ма деп. Мен құлақ қоймадым. Терезеден қала шамдарының таксидің капотына түскенін ғана көріп отырдым. Басында тек бір сурет тұрды. Нұрсұлтан қонақ үй бөлмесінің есігін ашады. Бізді көреді де өзінің сүйікті сөзін айтады. Сен есіңнен адасқансың ба?
Сосын жылайды. Біз құшақтасамыз. Сол сәтке дейін бәрі бұрынғыдай болар еді. Мен әлі оған хабарласқан жоқпын. Ол сәт таза қалсын дедім. Олег қазір емес, даусынан бірдеңе сезіп, бәрін бұзғым келмеді. Қонақ үйге келгенде алақаным тершіп кеткенін байқадым. Алихан чемоданды сүйреп келеді. Айсәуле секіріп жүр. Дәл қазір мамаға барайық деді. Жұтындым, алдымен заттарымызды орналастырайық, сосын барамыз. Ол қуанады ғой. Холл бізді кондиционер мен хлордың иісімен қарсы алды. Сөренің артында қыз тұр, бет-жегі бар, ұзын өрімі, ашық түсті тырнақтары. Қайырлы кеш, сізге қалай көмектесе аламын деді. Қайырлы кеш дедім. Нұрсұлтан Әлімханов сіздерде тоқтап жатыр. Бұл менің күйеуім. Біз тосынсый жасамақпыз, деп айттым да даусым дірілдеп кеткенін сездім. Ол жымиып түсіністікпен қарады. Бірақ кешіріңіз, біз қонақ нөмірін айта алмаймыз, қауіпсіздік. Мен бас изедім. Ереже болса, ереже. Онда қоңырау шалыңызшы, күйеуі мен балалары келді деп айтыңыз дедім. Ол әрине деді. Телефонды теріп құлағына апарды. 1 секунд, 2 секунд. Жымиысы жайлап жоғала бастады. Достар, жазыңыздаршы, қай қаладан көріп отырсыздар, және жасыңыз қаншада? Бізге өте қызық, кім көріп отыр? Қайырлы тыңдау тілеймін. Мен күйеуіме тосынсый жасауға ұшып келдім, қонақ үйдің есігін аштым. Сол сәттен бастап оны өмірімнен өшірдім. Бірақ әрі қарай жалғастырмас бұрын, жазыңыздаршы, қай елден көріп отырсыздар, және жасыңыз қаншада? Қайырлы тыңдау тілеймін, атым Шолпан, жасым 40-та. Мен өзімді әрқашан дұрыс әйелмін деп ойлайтынмын. Мінсіз емеспін, ондай болмайды да, бірақ қарапайым, сенімдімін деп есептедім. Көп жұмыс істедім. Иә, үйде әрдайым бола бермейтінмін, ол да рас. Бірақ бәрібір бәрін мойныма алып, шағымсыз алып жүрдім. Күйеуім Ернұр мені әрдайым сенімдісің деп айтатын. Мен соған сенетінмін. Біздің 2 баламыз бар, Айгүл мен Санжар. Айгүл әлі күнге дейін суреттерін алып тіземе шығып отырады. Ас үйде отырғанда аяғыма оралып алады. Санжар 13-те, қазірдің өзінде ауыр көзқарасы бар жасөспірім. Қолынан телефоны түспейді. Көзіне жиі қараймын да, ішімнен ойлаймын. Құдай-ау, қашан осылай тез өсіп кеткен? Оқиға жұмбына салды. Ернұр дүйсенбіде сапарға кеткен болатын. Астанаға, семинарға, бөлімдері үшін бір тренингке. Ол көптен бері бір өзі шығуды қалап жүрді. Мен кедергі болмадым. Тіпті чемоданын жинауға көмектестім. Ішіне сүйікті халатын, қуаттағышын, көптен оқи алмай жүрген кітабын салып бердім. Қоштасуымыз қарапайым болды, жылаусыз, драмасыз. Кешке хабарласамыз дедік. Алғашқы 2 күн солай болды. Кейін қоңыраулары қысқара бастады. Кеше мүлде жауап бермеді. Мен өзімді уайымға салмауға тырыстым. Шаршау, жұмыс, форс-мажор шығар деп. Бірақ жұмада таңғы ас үстінде Айгүл қасықты айналдырып отырып, анда-санда, анашым бізге қашан хабарласады деп сұрағанда, жүрегім біртүрлі шым етті. Санжар әдеттегідей телефонынан баса алмай отырды. Экранда бірдеңелер, машиналар ма, атыс-тартыс па, қазір жастар неге қызығады сол ғой. Мен өзіме кофе құйдым. Бір ұрттап көрдім, әдеттегідей ашы. Бірақ неге екені белгісіз, ас үй біртүрлі бос болып көрінді. Үшеуіміз отырсақ та бірдеме жетіспегендей. Сол сәтте ойымнан шықпай қойды. Ал егер біз өзіміз анасына барсақ ше? Дедім дауыстап. Онша бір қолдайды деп ойламадым. Айгүлдің көздері жайнап кетті. Барамыз ба анама? Деді ол. Қасығы ботқаның ішіне түсті де кетті. Санжар құлаққабын шешіп телефонын төмен қойды. Шынымен бе? Қазір, деді дауысы дірілдеп. Ұялып күлкісі келгендей, бірақ қалай істерін білмегендей. Мен екеуіне қарадым. Бір апта бойы анасының қоңырауын күтіп жалығып отырған көздері. Иә, дәл қазір билеттерді аламыз, заттарды жинап кешке дейін сонда боламыз. Қалай қуанатынын елестетіңдерші дедім, өзіме дәлелдегендей. Айгүл секіріп кетті. Біз жасырын келеміз, ол таңқалады деді қуанып. Санжар да шынымен қызық болар еді деп сыбырлады, солай шештік. Бірнеше сағаттың ішінде кішкентай чемоданға Айгүлдің қуыршақтары, менің жаңа көйлектерім және Санжардың рюкзагы жиналды. Шкафтың артқы жағынан төртіміздің ескі суретін тауып алдым. Жазда саябақта түскенбіз. Неге екені белгісіз, әмияныма салып алдым. Мүмкін осы сапардың мәнін ұмытпау үшін шығар. Жолға шығар алдында Ернұрға хабарластым. Жай ғана жаздым, қалың қалай. Біз саған сағынып жүрміз. Бірақ жауап болмады.
Айгүл сені қатты сағынды деп жаздым. Қарады, бірақ үнсіз қалды. Сол көк белгілерге ұзақ қарап отырдым. Жақсы, жұмысы көп қой деп өзімді жұбаттым. Әуежай иісі, кофе мен жүздеген бейтаныс иықтар. Айгүл тоқтамай сөйлеп келе жатты. Анашым жылай ма екен? Біз қайда ұйықтаймыз? Ол шынымен қуанар ма? Мен басымды изедім. Әрине, қуанар. Ал Санжар орындықта бүкшиіп телефонын ұстап отырды. Анашым ескертіп қойдың ба? Деді кенет. Жоқ, тосынсый ғой дедім. Ол күліп қойды да үндемей қалды. Біз кешке қарай Астанаға ұшып жеттік. Ауа ауыр, көлік түтіні, асфальт пен жаңбыр иісі аралас. Таксист кептеліс туралы сөйлей берді. Мен құлағымды жаптым. Тек терезеден шамдарға қарап отырдым. Басымда бір ғана ой. Ернұр есікті ашып бізді көріп күліп жылайды. Біз құшақтасамыз. Сол сәт бәрін қалпына келтіреді деп сендім. Қонақ үйге жеткенде алақандарым тершіп кетті. Санжар чемоданды сүйретіп келеді. Айгүл секіріп, кеттік, қазір әкемізді көрейік деді. Мен жұтындым. Алдымен заттарды қояйық. Иә, ол қуанады ғой. Холл салқын, кондиционер иісімен хлорка аралас. Тіркеу бөлімінде қыз тұр, ұзын өрім шашы бар. Қайырлы кеш. Қалай көмектесе аламын деді. Қайырлы кеш. Ернұр Әлиев сіздерде тоқтаған. Бұл менің күйеуім. Біз тосынсый жасағымыз келеді дедім. Даусым дірілдеп шықты. Ол сыпайы жымиып, түсінемін, бірақ нөмірді айта алмаймын, қауіпсіздік ережелері деді. Тогда хабарласыңызшы, әйелі мен балалары келгенін айтыңыз дедім. Қоңырау шалды. Біз жанымызды қоярға жер таппай тұрмыз. Айгүл тоңып маған тығыла түсті. Санжар үнсіз, бірақ бәрін естіп отыр. Қыздың жүзі өзгеріп кетті. Жымиғы жоғалды. Мен тіпті айқайлағым келмеді. Қолымнан ештеңе сындырып қабырғаға соққым келмеді. Жай ғана кеудеңді біреу ашып, жүрегімді саусақтармен қысып тұрғандай сезім болды. Балаларыңның қазір қайда екенін білесің бе дедім сыбырлағандай. Осы жерден 4 бөлме арыда Әмина пойызда салған 500 суретін маған беріп саған көрсетпек болды. Арман 2 ай бойы алғаш рет телефоннан басын көтерді, өйткені ол сені таңқалдырғысы келді. Олар сені күтті, әуелде Ернұрдың иығы селк етті, бірақ жыламады, кешірім де сұрамады. Тек қабағын түйді. Сюрприз жасағаның дұрыс емес. Мен тыныштық сұрағам деді. Бұл сөздер құлағымда жертөледен шыққандай жаңғырықты. Сен шынымен бе дедім сыбырлап. Сен бәрін маған артып тұрсың ба? Ол күрсініп шашын шетке сырып қойды. Сен жақсы анасың, шын. Бірақ әйел ретінде сен өзгердің. Біз көрші сияқты тұрамыз. Мен қасында жатқан бейтанысты нұсқадым. Үстінде мыжылған жейде, бейғам тұр. Ал мынау дұрыс па? Дедім. Ернұр иығын сәл ғана көтерді. Мен әйел екенімді сезгім келді. Тек ана, тек үй шаруашысы емес. Мен оның сөздерін естімей қалдым. Басыма басқа бейнелер келді. Әмина кішкентай, ұйқылы ояу, әрдайым маған шай әкелетін. Арман үндемейтін, бірақ құшақтағанда бүкіл иықтарың сықырлап кететін. Мен басымды изедім. Бәрін түсіндім. Жақсы дедім сабырмен. Сен осында қал. Айқай шығармаймын. Балаларды оятпаймын. Бірақ біл, мен кетемін. Олар да менімен Ернұр бірдеңе айтқысы келді, бірақ мен оған мүмкіндік бермедім. Көздеріне тура қарадым. Бәрі бітті. Сен енді бізсіз де демаласың. Ар жағындағы жігіт бірдеңе міңгірледі. Бірақ мен естімедім. Артымнан есік жабылғанда бүкіл кір, бүкіл ауырлық бірге қалды. Дәл суық, қабырғалары қысқандай. Ішімде ашу да жоқ, қызғаныш та жоқ, тек бос кеңістік. Бірақ сол бос кеңістікте ең бастысы тұрды. Мен әлі де таңдау жасай аламын. Өзімді және балаларымды сақтай аламын. Бөлмеге қайтып келдім. Балалар ұйықтап қалған. Әмина бүрісіп жатып астына жаңа суретін қойып алған. 4 адам бейнеленген қисық үй ішінде әлі де ана бар. Арман көзін ашып үндемей қарады. Ештеңе сұрамады. Бірақ бәрін түсінді. Мен чемоданды аштым да балалардың шашып тастаған заттарын қайта жинай бастадым. Әминаның қуыршағы, мысық суреті бар шұлықтары, Арманның сұр свитері бірнеше сағат бұрынғыдай маңызды көрінбеді. Арман аяқ киімін киіп отырды. Біз кетеміз деді ол. Мен оның көзіне қарадым. Иә, кетеміз. Қазір. Ол тек басын изеді. Сұрақ жоқ. Бәрін білді. Мен Әминаны жаймен ояттым. Қызым, тұра ғой. Үйге қайтамыз. Ол көзін уқалап, әкемізді көрдік қой, деді. Мен тамағымды жұлқып алдым. Иә, көрдік. Кейін тағы кездесеміз, жиналып шықтық.
Ресепшінде баяғы қыз отырды. Маған көзінде бір түрлі аяушылықпен қарады. Біз кетеміз дедім картаны қойып. Ол басын изеді. Бәрі жақсы болады деді жай ғана, ережеден тыс, сыбырлап. Мен жауап бермедім. Балаларымды алып сыртқа шықтым. Көшеде асфальт дымқыл. Жарық фонарь астында үшеуміз тұрмыз. Әмина ұйқылы ояу құшаққа тығылды. Арман жолға қарап, бізді қорғаштап тұрғандай алға шықты. Ол бала емес еді. Қазір ол да шешімін қабылдаған. Такси тоқтады. Жүргізуші чемоданды салғанда Әмина сыбырлап сұрады. Анашым, әкеміз бізбен бара. Мен тізерлеп оның көзіне қарадым. Жоқ, жаным. Әкең әлі біраз қалады. Біз кейін кездесеміз. Ол байсалды басын изеді. Бәрін түсінгендей машина жүріп кеткенде терезеден сыртқа қарадым. Бәрі артта қалды. Ішімде ауырлық бар, бірақ бұл бұрынғыдай батпақ емес, суық таза ауа сияқты. Ауыр, бірақ адал. Қонақ үй биік әйнекті қорап прожекторлармен жарықтанып үнсіз тұрды. Бір жерде жоғары қабаттарда терезелердің ар жағында бәлкім Ернұр дәл қазір ғана есіне түсірді. Бәлкім телефонына қарады. Маған бәрібір еді. Біз қала шамдарынан ұзап бара жаттық. Әмина ұйықтап қалды. Арман телефонын қолына алды, бірақ ойынды қоспады, тек маңдайын әйнекке тіреп отырды. Барлығы жақсы болады, мама, деді ол кенет сыбырлап бұрылмай. Білем, балам, дедім мен де сыбырлап. Жолға қарадым. Қара тас жол, фонарлардың қатар-қатар жарығы. Мен енді біреуді құтқаруға асыққан адам емеспін. Мен тек балаларымды үйге әкеліп бара жатқан әйелмін. Ол жерде өтірікке орын жоқ. Біз үйге бара жаттық, әйнектен тыс қара тас жол баяу өзгеріп отырды. Селдір машиналар, шамдар астында жылтыраған дымқыл асфальт. Бір кезде Әмина оянып көзін уқалады да сыбырлап, біз үйге жеттік пе? Деді. Шашын сипадым. Жақында, жаным. Ол қайта иығыма басын қойып ұйықтап кетті. Бетінде кішкентай із қалды, бәлкім сілекей, бәлкім жас. Арман үнсіз отырды. Бар уақыт бойы әйнектен сырттағы шамдардың қалай артқа жылжып бара жатқанын бақылап отырды. Кейде көзіммен ұшырасып қалатын. Сол қысқа сәттерде мың сөзден артық түсіністік болды. Біз екеуміз бәрін түсіндік. Енді ешкімнің сөзін тыңдаудың қажеті жоқ. Такси біздің аулаға бұрылғанда күн төбеден сығалап шықты. Аспан бозғылт қызғылт түске боялды. Осындай таң тек қала әлі оянбағанда, ауа дымқыл әрі таза болғанда ғана болады. Мен ескі үйлерге, қабырғасы қопарылған подъезге, қисық соқпақтарға қарадым да, ойладым, бұл біздің үй. Мінсіз емес, бірақ өзіміздікі. Адал үшіміз үнсіз түсіп чемоданды алдық. Әмина бір қолымда, екінші қолында қуыршағы. Арман сөмкесін сүйретіп алда жүрді, бірінші болып есік ашқысы келгендей. Подъезд бізді баяғы иістермен қарсы алды. Дымқыл курткалар, ескі бояу, көршінің мысығы. Бірақ бұл иістер мені ашуландырмады. Керісінше, бәрі өз үйімдікі сияқты сезілді. Есікті әрдайым жанымда ұстайтын кілтпен аштым. Қарапайым ғана шиқылы естілді, бірақ мен бір ойға қалдым. Осы кілтпен талай рет оны ішке кіргізгенмін, өзін қорғалғандай сезіну үшін. Енді барлығы күлкілі боп аяқталды. Үйдің ішін бос үнсіздік қарсы алды. Ас үйдегі сағаттың тықылы анық естілді. Әмина кедасын шешіп, бірден өз бөлмесіне жүгірді. Плюш аю орнында ма, соны тексеруге. Арман күртесін шешіп ілгіш келді, сөзсіз. Мен чемоданды қабырғаға қойып дәліздегі орындыққа отыра кеттім. Физикалық шаршағандықтан емес, ойым босап, жаным тыныштық тапқандай ас үйге кірдім. Үстелде оның шын аяғы тұр, ішінде кеуіп қалған шайдың ізі, жанында түнде жейтін печеньесінің қиқымы. Оны қозғамадым. Тұрсын, мәңгі суып қалсын. Тоңазытқышты аштым, сүт, жұмыртқа, ескі ірімшік. Бәрін алып балаларға әдеттегідей ботқа дайындадым. Ботқа өмір жалғасады деген белгі. Әмина шашы тарқатылып, пижамасымен ас үйге кірді. Үстелге отырып, аяғын салбыратып ойнап отырды. Мама қашан келеді, деді ол. Жүрегім қысылып, әрең жұттым. Жақын арада емес, қызым. Бірақ ол бәрібір сені жақсы көреді. Әмина басын изетті, суретін алып шықты. Қисық жүрекпен 4 адаммен, ол, Арман және Ернұр. Мына суретті тоңазытқышқа іліп қояйық па, деді мақтанышпен. Мен күлдім. Әрине, бұл біздің тоңазытқыш. Бәрін ілуге болады. Арман ас үйге кіріп, өзіне шай құйып алды. Әйнекке қарап тұрды да, ол қайтып келмейді, деді. Бұл сұрақ емес, анық сөз еді. Мен өтірік айтпадым. Иә. Ол басын изеді, біз үшеуміз ботқаны бірге іштік.
Әмина көрші подъездегі әженің көгершіндерді қалай тамақтандыратынын айтып берді. Арман кейде маған ересекше салмақты көзқараспен қарады. Сол көзқарас бәрін жеткізді, мен сенімемін. Енді өтіріксіз өмір сүрейік. Таңертең Әмина түрлі түсті қағаздан жүректер қиып отырды. Бұл мамаға ол келгенде беремін деді. Мен оның қайшысын қалай тырысып қолданғанына қарап, құшақтап ешқашан жібергім келмеді. Арман жаныма келіп сыбырлап, әзірге оған бәрін айтпайық. Ол әлі кішкентай болып қала тұрсын деді. Мен келістім. Кешке қарай Әмина тікелей тіземде ұйықтап қалды. Арман қасымда отырып бір шуылдақ фильм көрді, ал мен терезеден сырттағы адамдарға қарадым. Олар да өмір сүреді, ренжіседі, татуласады, өтірік айтады, бірақ бәрібір таңертең оянады. Сол сәтте түсіндім, бізге де жеңіл болмайды. Бірақ бәрі шынайы болады. Бұл өзіме жасаған ең үлкен сыйлық.